Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода осындай қос инемен қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсететін боламын. Бұл инемен көбінесе трикотажды киімдерде қолданады. Осындай киімдердің, футболкалардың жеңін, осындай етектерін өңдегенде осы немен тігетін боламыз, қос инемен тігетін боламыз. Бұл бізде осындай созылмалы болып тұрады. Осы инемен тіксек, қазір осымен қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсететін боламын. Ең алдымен инемізді орнататын боламыз. Мына жағы бізде артқы жағында тұру қажет. Инесін орнатамыз. Және де міне машинкада міне осылай тұрады бұл. Жіп салғыштарымызды осылай көтереміз. Жібімізді саламыз. Екеуін бірдей етіп өткіземіз. Екеуін бірдей етіп өткіздім. Енді қараңыздар. Мына осылай жіптерімізді алып келдік. Енді мына оң жақтағы инені мына оң жақтағы ілгекке, мына сол жақтағы инені мына сол жақтағы ілгекке осылай әкелеміз де мына жақтағы тұрған инелерге саламыз. Осы жақтағы инелерге кіргіземіз. Міне мен инелерді кіргізіп алдым, жіптерді инеге кіргізіп алдым. Енді қазір тігуді көрсететін боламын. Міне біздің тігісіміз осылай шықты. Созылмалы. Трикотаждық киімдерді осылай өңдесеңіздер болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.